Біздің кезекті шығарылымыз жолаушылар тасымалы бойынша әлемдегі ең ірі әуежайлар туралы болмақ. Париж халықаралық әуежайы Шарль де Голль әлемдегі 10-шы және Еуропадағы 2-ші әуежай болып табылады. 1974 жылы әуежайдың негізі қаланды. Әуежайдың аты 5-ші республиканың президенті, әскери және саяси қызметкер Шарль де Голльдің атына берілген. Әуежайдың жылдық жолаушылар ағыны 69,4 миллион адамды құрайды. Мұнда 100-ден астам әуе компаниялары қызмет етеді. Әуежайдың футуристикалық дизайны, жолаушылар қозғалатын қисайып орналасқан әйнекті галерея көз тартарлықтай. Осындай таңғажайып көрініс кино саласындағы іскерлердің де назарын аудартқан. Мысалы, мұнда экипаж, ұшқыш Пиркстің тергеуі, махаббат тарихы секілді кинолардың кейбір эпизодтары түсірілген. Әуежайда өте үлкен 3 терминал бар. Көптеген жолаушылар бұл жерде тіпті адасып кетуге болатындығын айтқан. Сол себепті мұнда келерде алдын ала нұсқаулықпен танысып алғаныңыз жөн. Мысалы, 2-ші терминал тағы да 7 кіші аймақтардан тұрады. Шарль де Голль әуежайында сөздің тура мағынасында өмір сүруге болады. Мұнда банкомат, почта бөлімі, медициналық бөлім, дәмханалар мен мейрамханалар, сонымен қатар ауқымды duty-free аймағы бар. Бірақ бұл қызметтердің қымбат екендігін бірнеше туристер атап өткен. Парижге келген туристер үшін қаланың көрінер көрікті жерлерінің алғашқысы осы әуежай болары хақ. Көптеген туристер бұл жердің сұлулығына тамсанып, ғимараттың көріктілігіне, қызмет көрсету деңгейінің жоғарылығына, ондағы халықтың көптігіне таң қалғандарын айтады. Халықаралық Пудун әуежайы 1999 жылы Қытайдың Шанхай қаласында салынған жаңа әуежай. Бұл әуежай жолаушы және жүк тасымалы бойынша Қытайдың ең ауқымды әуежайы. Астаналық Пекин әуежайында артта қалдырып отыр. Жылына 70 миллионнан астам жолаушы және 6 миллион тоннадан астам жүк тасымалдайды. Әуежай 3 ұшу-қону алаңымен қоршалған, 2 терминалдан тұрады. Мұнда 28 көпірлік өту жолдары мен 127 тұрақ орындары бар. Алдағы уақытта 2 терминалды бір-бірімен байланыстыратын құрылым салу жоспарлануда. Әуежайдан сағатына 431 км жылдамдықпен жүре алатын пойыздар арқылы шығуға болады. Бұл жақта да кафелер мен ресторандар, жүк бөлмелері, дүкендер және тағы да басқа қызметтер бар. 500 юанға дейінгі сомада сауда жасасаңыз, қосылған құн салығын қайтарып алуға мүмкіндігіңіз бар. Сонымен қатар әуежайда қоршай әртүрлі деңгейдегі қонақ үйлер орналасқан. Әуежай тәулік бойы жұмыс жасайды. Негізінен мұндай нәрсе Қытай әуежайларына тән емес. Гонконг халықаралық әуежайы Гонконгта орналасқан. 1998 жылы құрылған әуежай. Чхеклапкок деген лақап атқа ие. Бұл атау әуежай орналасқан аралға байланысты берілген. Әуежай Қытайға, шығыс және оңтүстік шығыс Азияға жол ашар қақпа болып табылады. Аз ғана жылдың ішінде бірнеше халықаралық жүлделерді жеңіп алған. Әуежай тәулік бойы жұмыс жасайды. Жылдық жолаушылар ағыны 72,8 миллион адамды құрайды. Әуежайдың көп бөлігі жасанды аралда орналасқан. Осы арал Гонконгтың жер көлемін 1%-ға кеңейтті. Бұл әуежайдың салынуы жаңа тас жолдар, темір жолдар, көпірлер мен туннельдер салынуының себепшісі болды. Сонымен қатар, бұл аймақтың ландшафты біршама өзгеріске ұшырады. Гонконг әуежайы әлемдегі ең ыңғайлы әуежайлардың бірі болып саналады. Өзінің аумағына қарамастан терминалдар максималды түрде жайлы жасалған. Әуежайдың жүк айналымы 3 миллион тоннаны құрайды. Гонконг әуежайы 2001-2005 жылдар аралығында, 2007, 2008, 2011 жылдары Skytrax нұсқасы бойынша әлемнің ең үздік әуежайы атанды. Лондондық халықаралық әуежай Хитроу Лондонның ең үлкен әуежайы. Жолаушылар тасымалы жөнінде Еуропадағы ең ірі әуежай. Жылдық жолаушылар тасымалы 78 миллионды құрайды. Лондонның батыс бөлігінде орналасқан әуежай 5 жолаушылық және 1 жүк терминалдарынан тұрады.
Бұл әуежай орналасқан жер Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде авиация қажеттіліктері үшін қолданылған. Онда кезінде әскери аэродром болды және мұнда авиациялық техникалардың сынағы жүргізілді. Қазіргі кезде мұнда 90-нан астам авиакомпаниялар қызмет атқарады, ал әуежай 170 шетелдік әуежайлармен байланысады. Әуежайда әртүрлі діннің дінбасылары қызмет етеді. Католиктік, ислам, иудаизм және тағы да басқа. Сонымен қатар мұнда Құдайға шығылуға арналған орындар да бар. Әуежайда 17 халықаралық ресторандар қызмет етеді. Мұнда аса дәмді тамақтарға тапсырыс беруге немесе жеңіл тағамдармен әлденіп шықсаңыз болады. Оның үстіне әртүрлі кафелер, дүкендер, duty-free аймақтары және кәдесыйлар, эксклюзивті дизайнерлік бұйымдар мен тұрмыстық қажетті тауарлар сатылатын орындар бар. О'Хара халықаралық әуежайы Америкадағы Чикагоның солтүстік батысында орналасқан ірі әуежайлардың бірі. Жылдық жолаушылар ағыны 79,8 миллион адам. Әуежай Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде 1942-43 жылдары Douglas С-54 ұшағын өндіретін зауыт ретінде салынған. 1950 жылдары Чикаго Мидуэй халықаралық әуежайы жолаушыларды толық қамтамасыз ете алмағандықтан О'Хара әуежайын болашақ әуежай ретінде дамыту жоспарлары қарастырылды. Осылайша бұл әуежайдың алғашқы коммерциялық рейсі 1955 жылы басталды. Әуежай 7 терминалдан тұрады. Оның үшеуі бір-бірімен қиылысып жатыр. Әуежай ішінде жолаушыларды тасымалдау жүйесі жасалған. Сонымен қатар мұнда ірі жүк кешендері орналасқан. Ал әуежайдың ангарлары Boeing 747 ұшағы көлеміндегі ұшақтарды сыйдыра алатын үлкен. Бұл аймақтан 210 бағытқа ұшақтар ұшады. Сонымен бірге сіз мұнда да ірі дүкендер, кафелер немесе ойын-сауыққа арналған орындарды таба аласыз. Халықаралық Лос-Анджелес әуежайы Лос-Анджелестің ең басты әуежайы болып табылады. Жолаушылар ағыны 84,5 миллион адам. Мұнда 4 ұшу-қону алаңы мен 9 терминал бар. Әуежай ауданы 14 шаршы шақырым. Бұл аймақтан солтүстік және оңтүстік Америкаға, Еуропа мен Азияға және мұхит аралдарына ұшақтар ұшады. Көптеген уақыт бойы бұл әуежай адамдар ең көп сапарға аттанатын жер болып есептелді. Әуежай 1928 жылы салынған. Лос-Анджелес әуежайы ойын-сауық алаңына қаттырақ ұқсайды. Кез келген талғамға сай кафелер мен ресторандар, киім дүкендері, duty-free алаңы мен балалар орталығы, машинаны жалға алу және тағы да басқа бірнеше аймақтар бар. Халықаралық Токио әуежайы үлкен Токио мегаполисін қамтамасыз ететін әлемдегі ең ірі әуежайлардың бірі. Бұл әуежайды Ханеда деп те атайды. Жылына 84,9 миллион жолаушы тасымалдайды. Әлемдегі 4-ші және Азиядағы 3-ші әуежай. Бұл әуежай Жапониядағы ең ірі авиакомпаниялардың негізгі базасы. Ханеда әуежайы 1931 жылы ашылып, сол кездің өзінде Жапониядағы ең ірі әуежай болды. Ол кезеңдері әуежай қазіргі әуежайдың оңтүстік бөлігінде салынған болатын. Әуежай сол кездегі Татикава әскери базасында тасымалдаушы рөлін қабылдады. Еуропамен тасымалдар алғаш рет 1950 жылдардан бастап жасала бастады. Әуежай 3 терминалдан тұрады. 2 ірі терминалы жер асты жолаушылар жолымен байланысқан. Терминалдар арасында 5 минут сайын тегін автобустар жүріп тұрады. Әуежай 24 сағат бойы жұмыс жасайды. Дубай халықаралық әуежайы Дубайдан оңтүстік шығысқа қарай орналасқан Біріккен Араб Әмірлігінің ең ірі әуежайы. Мұндағы жолаушылар ағыны 88,2 миллион адам. Әуежайдың салыну құны 5,5 миллиард ақш долларына тең. Әуежай 3 терминал, 3 жолаушылар секторы және 2 жүк терминалынан тұрады. Әуежай құрылысы 1959 жылы британдық компаниямен басталып, 1960 жылы ашылды. Алғашында әуежай шағын терминалдан және жолаушылық сектордан тұратын. Уақыт өте келе әуежай көлемі және сапасы артып, қазіргі кезде ең ірі әуежайлардың қатарына еніп отыр. Халықаралық Дубай әуежайында Махраба деп аталатын қызмет көрсету жүйесі жұмыс жасайды. Ол бойынша сізді күтіп алу және әуежай ішінде жол көрсету қызметтері көрсетіледі. Ол үшін сіз ұшар алдында 24 сағат бұрын қызметке тапсырыс беріп қоюыңыз қажет.
Мақраба бойынша келген жолаушыларға қызмет көрсету залдары барлық терминалдарда бар. Залдарда бизнес орталықтар, қоғамдық тамақтану орталықтары және кез келген уақытта жәрдем көрсетуге дайын кезекшілер бар. Бұл аймақ 24 сағат бойы ашық тұрады. 140-тан астам халықаралық марапаттарға ие болған Дубай Duty Free аумағы 15.000 шаршы шақырымды алып жатыр. Бұл аймақ дүкендерден бөлек лотерея ойнататын жерлермен де танымал. Мұнда $1 миллион немесе керемет автокөлік ұтып алуға мүмкіндіктер бар. Бірінші терминалда Snooze Cube деп аталатын ұйықтауға арналған 10 кабиналар жұмыс жасайды. Мұнда тегін жоғары жылдамдықты интернет, жатуға арналған кереует және үлкен теледидар бар. Мұндай жерде 4 сағат демалу $20 тұрады. Халықаралық шоуду әуежайы Пекин қаласындағы тіпті бүкіл Қытайдағы ең ірі, ал әлемдегі екінші орындағы әуежай. Пекиннен солтүстік шығысқа қарай орналасқан. Бұл әуежай ірі Air China әуе компаниясы үшін, сонымен қатар басқа да Қытайдағы ірі авиакомпаниялар үшін негізгі әуежай. Әуежай негізінен Еуропалық инвестициялық банктың несиесі арқылы кеңейтілуде. Несие шамамен 500 миллион евроны құрайды. Бұл осы банктың Азияға берген ең үлкен несиесі болып табылады. Әуежай 1958 жылы ашылып, Қытайдың ең алғашқы әуежайы атанды. Ол кезде қазіргі терминалдардың кішкентай бөлігі ғана қызмет еткен. Әуежай 3 терминалдан тұрады және жылына 95,7 миллион жолаушыларды тасымалдайды. Мұнда қорғаныс қызметінің және жүк тексерудің жетілдірілген түрлері пайдаланылады. Бұл жүкті тез арада тексеруден өткізіп, тапсыруға мүмкіндік береді. Бұл әуежай өте ауқымды болғанымен, жолаушылардың көп болғандығына байланысты кеңейту жоспарлануда. Сонымен қатар жолаушылар ағынының артуы Пекин-Шанхай рейстерін шектеуге де себепші болған. Мұнда балаларға арналған ойын алаңдары, балалары бар әйелдерге арналған тынығу бөлмелері, медицина орталығы мен массаж бөлмелері, кафе-барлар және ірі duty-free аймақтары кездеседі. Хартсфилд Джексон немесе Атланта әуежайы. Атлантадан оңтүстікке орналасқан, әлемдегі жолаушылар тасымалы бойынша және ұшу-қону операцияларының саны бойынша ең ірі әуежай. Мұндағы жылдық жолаушылар ағыны 103,9 миллион адам. Бұл әуежайдағы көп рейстер ақш-тың басқа қалалар арасында жүзеге асады. Хартсфилд Джексон атауы қаланың екі басшысының есімдерімен байланысты. Әуежай 1926 жылы тасталған аэродромның орнына салынды. 1999 жылы әуежайды дамыту бағдарламасы жасалып, оған $5,4 миллиард бөлінген болатын, ал қазіргі кезде оның көлемі 9 миллиардқа дейін жетіп отыр. Әуежай 2 терминалдан тұрады. Оның біреуі ішкі, екіншісі халықаралық рейстерге жауап береді. Терминалдардың арасында SkyTrain пойызы және тегін автобустар жүріп тұрады. Ішкі терминалдың оңтүстік және солтүстік бөліктерінің арасында атриум орналасқан, яғни бұл дегеніміз 20,000 шаршы шақырым аумақтағы жолаушыларға арналған қызмет көрсету орталықтары. Осында 100-ден астам дүкендер, мейрамхана мен дәмханалар, duty free аймағы және тағы да басқалары бар.